Баршаңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіз. Мен сіздерге бүгін байлық туралы айтатын боламын, байғысы келетіндер туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыз. Байғысы келетін адамның ойында тек қана байлық болуы керек. Әйтпесе, кедейшілікке қатысты ойлар оған сәйкес образдар туғызады. Ондай жағымсыз образдарға жол бермеу үшін сіз өзіңіздің бай болатыныңызға шүбәсіз сенуге тиіссіз. Кедей адамнан ешқандай іс-әрекетті талап етпейді. Ол үшін ештеңе істеудің де қажет жоқ. Мүлде енжар күйде қала берсеңіз болғаны. Ал енді байлықтың жолында шынайы ниет пен талпыныс сізді көздеген мақсатыңызға жетуіңізге міндетті түрде көмектеседі. Қарапайым қағиданы есте сақтаңыз. Сіздің бүкіл іс-әрекетіңіздің бастапқы нүктесі ол ойларыңыз. Егер де байлық жөнінде ойларыңызды өзіңіздің күшіңізге айналдыруыңызға болады. Негізі барлық нәрсе ойдан басталатынын білдіңіз. Енді ойыңызды түзетіңіз. Ең әуелі қиялыңызға ерік беріңіз. Сол арқылы бастапқы материяны айқын картинкамен анықтаңыз. Мысалы үшін жеке үйіңіз болған қалаңыз, ендеше оны барынша мұқият елестетіңіз. Үлкен бе, қаншалықты үлкен, қандай бөлмесі бар, нақты қандай болу керек дегенді қайта ойлай беруді әдетке айналдырыңыз. Сонда машықтанып алған соң ол солай болатынына сеніп қаласыз. Бойыңызда сол ерекше бір сенім пайда болған кезде сол сізге нағыз керегі. Егер осы сенім сіздің түп санаңызға орнығып беки бастаған кезде алдыңызда барлық есіктер ашылатын болады. Бұрын соңды күтпеген жаңа мүмкіндіктер пайда болғанын көретін боласыз. Арманға жеткіңіз келсе, алға ұмтылыңыз, әрекет жасаңыз. Бақуатты өмірді айқын елестетуде ойдың күші ерекше екенін білдік. Алайда тек оймен ғана шектелу жеткіліксіз екендігі мәлім. Шынайы өмірде байлыққа қол жеткізу үшін жоспарлы әрі батыл іс-әрекет қажет. Әйтпесе арманыңыз жүзеге аспай құрғақ қиял күйінде қалады. Өткен шақты өзгерте алмайсыз, болашағыңыз беймәлім. Адамның еншісінде тек осы сәт қана бар. Демек, өзіңіздің армандаған болашаққа жетем десеңіз, ешқандай жағдайға қарамастан қазір қимылдауыңыз керек. Егер ешқандай да әрекет жасамай, тек қиялдаумен ғана жүре берсеңіз, арманыңызға жете алмайсыз. Кез келген затты, мысалы үшін ой және іс-әрекет деп екіге бөліп алуымыз керек та. Бірінші бөлігінде өмірде жетістікке жету және баю үшін күндіз-түні ойлау керектігі туралы айтылады да. Ал оның өзі оңай емес. Неге десеңіз, ауқатты өмірді қалайтындар қайта елестету арқылы сіз дұрыс ойлау үлгісін қалыптастырасыз. Дұрыс па? Ал егер әрекет болмаса, одан пайда жоқ. Ол тасқа гүл тұрғызғанмен бірдей. Сіз қанша еккеніңізбен одан жеміс бермейді. Егер де сіз іс-әрекетке көшетін болсаңыз, сізде сондықтан тәтті қиялдың жемісін көру үшін тер төгіп еңбек етуге тура келеді. Онда да істеген ісіңіз бойынша тиімді әрі алдын ала ойластырылған болуы тиіс. Былайша айтқанда, пайдасы жоқ көп іспен айналысқаннан гөрі пайдасы мол аз іс артық болып табылады. Егер де сізге осындай пайдасы бар видеолар ұнайтын болса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Өз ойыңызды жаза кетіңіз. Сіздің байлыққа деген көзқарасыңыз қандай?